Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін біз сіздермен осындай қысқа салат дайындайтын боламыз. Ол үшін біз сәбізді ашып, оны ұсақтап тураймыз. Полукольца дейді ғой. Сондай қылып турап аламыз. Сәбізді, 2 келі сәбізді ашып, оны да тураймыз, жақсылап жуамыз. Болгар бұрышында тураймыз. Сарымсақты суға салып қойып, жарты сағаттай оны ашып алып, оны үккіштен өткіземіз. Осындай мясорубкадан өткіземіз. Сіздерде электронный болса жүдә жақсы. Одан соң помидорымызды өткіземіз, қызыл бұрышымызды өткіземіз. Содан кейін қазанға от жағып, май құйып, қыздырып, жақсылап бірінші пиязды, одан кейін сәбізді, одан соң қызыл бұрышты қосып, жақсылап қуырып аламыз. Жартылай өлгенше жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін мясорубкадан өткізген жаңағы помидор, сарымсақ, қызыл бұрышты салып, жақсылап қайнатамыз. Осыда қайнаған соң менде укроп болмады, сондықтан осындай сушеный укроп қостым. Одан кейін тұз қосамыз, бұрыш қосамыз. Одан кейін 1-2 сағаттай, 1,5 сағаттай дайын болғанша осылай қайнатамыз, баяу отта. Одан соң банкымызды стерилиздеп, булап, осылай құямыз. Одан кейін банкыны жақсылап осылай бұраймыз. Жақсылап жерге, плетке орап қоямыз. Бір күн өз несімен ол суу керек, тез суып қалмау керек та. Қыстық азық дайын, қыздар. Осылай жапсаңыздар өте дәмді болып шығады, майлы болады. Егер майын көп қылмайын десеңіз, майын аз қоссаңыз болады. Көбірек қоссаңыз болады, ол өзіңіздің қалауыңызға қарай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Таңшолпан.